Бәріңізге қайырлы күн. Бүгін базар мантысын жасайтын боламыз. Тиюді қажет етпейді, ерекше дәмі бар. Бірге жасайық, видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Алдымен ыдысымызға салқындау суымызды құйып алып, тұзымызды, сұйық майды құйып, жақсылап араластырамыз. Үстіне ұнымызды саламыз, алдын ала електен өткізіп, өлшеп дайындап қойған ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Біздің қамырымыз кішкене жұмсақтау болып шығады. Дайын болғаннан кейін қамырымызды пакетке салып тындырып қоямыз 10 минуттай. Оған дейін біз салмасын дайындаймыз. Бізге салмасын жасауға 3 дана немесе 4 дана осындай картоп қажет болады және 1 дана пияз қажет болады, 300 граммдай фарш қажет болады. 3 дана картоп алсаңыздар да болады. Осылай үккіштің көмегімен өткізіп алдым және пиязды да төртбұрышты етіп кішкентай етіп тураймыз. Ыдысымызға фаршымызды салып, тартылған етіміз, үстіне картопымызды салып, пиязымызды салып, дәміне қарай тұз және қара бұрыш, паприка қоссаңыздар болады. Мен қара бұрыш қосқан жоқпын, паприка қостым орнына. Енді сарымсағымызды, яғни чесногымызды ұсақтап осылай өткіземіз. Барлығын қолымызбен жақсылап араластырамыз. Салмамыз дайын болды. Енді келесі кезекте дайын тұрған тынған қамырымызды оқтаумен жаямыз. Ұн сеуіп кішкене екіге бөліп аламыз. Біздің қамырымыз кішкене жұмсақтау болып келеді. Базар мантысы болғандықтан кішкене жұмсақтау болады. Және жайған кезде орташа 2 қамыр шығады. Тұрған күйінде төртбұрышты етіп кессеңіздер болады, немесе оқтауға осылай орап алып кессеңіздер де болады. Кішкене жұмсақтау болғандықтан жабысып қалуы мүмкін. Ұн сеуе отырып кесу керек. Барлығын осылай салмамызды салып шығамыз. Bir жақ шетіне саламыз қазір. Екінші жағын осылай бетіне бүктейміз. Жабыстырып шығамыз. Түйеудің қажеті жоқ. Мантаваргымыздың листін осылай сұйық маймен жағып аламыз, майлап. Барлығын қойып шығамыз. Алдын ала суымызды қайнатып алып, 45 минут буға пісіріп аламыз. Оған дейін біз қазір подливасын дайындап қоямыз. Табаға аздап май құйып, ішіне жуамызды осылай жіңішке етіп турап кішкене қуырамыз. 1 ас қасық томат пастасын саламыз. Барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Аздап қана су құямыз. Үстіне дәміне қарай тұз салсаңыздар болады, аздап, және 1 ас қасық ұн саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Астын бұқтырып, жай отта 5-7 минуттай қайнатсақ жеткілікті. Біздің мантымыз міне дайын болды. Табаққа осылай түсіріп аламыз. Үстіне подливасын құйып, бетін жауып, 15 минутқа қалдырамыз. Дәл осы видеоның астында басқа да рецепт түрлерін көре аласыздар. Жасап көріңіздер, барлығы бір жасағынан шығады. Біздің кешкі асымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады, әрі жұмсақ болып шығады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, алдағы уақытта рецепттер шығарамын.